Келесі оң жақтағы ортадағы қызыл домалаққа бассамыз, осылай біздің бірінші кадрымыз 3 немесе 5 сурет болады. Келесі сол жақтағы ортадағы сызықты ортаға келіп қойсақ, біз өзіміздің түсірген алдыңғы суретімізді көре аламыз. Кейіпкерлерімізді кішкене қозғалтамыз, түсіреміз. Осылай біздің екінші кадрымыз 2 суреттен құралады. Мен өзімнің мультфильмімді құрастырған кезде 237 кадр кетті. Біз осылай өзіміздің мультфильмімізде керекті кадрлар түсіріп алғаннан кейін, оң жақтағы жоғарыдағы бағыттауыш батырмасына басамыз. Сосын оң жақтағы төмендегі play батырмасын басамыз. Осы play батырмасына бассақ, біз өзіміздің жасаған мультфильмді тамашалаймыз. Біз осы мультфильмімізді дыбыстау үшін сол жақтағы бағыттауыш белгісінің астындағы микрофон батырмасына басамыз. Сары запись батырмасын басамыз. 3, 2, 1. Ағатай, оны жуып жеу керек қой. Біз өзіміздің даусымыз жазып алғаннан кейін оң жақтағы готово батырмасын басамыз. Осыдан кейін мен сіздерге